Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Ассаламқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, эфирде жұмадағы жүздесу хабары. Мінекей, бір айға жуық уақыт ішінде елімізде төтенше жағдай жарияланды. Бұл әлемде тараған індетке байланысты болып отыр. Мінекей, бұл індет біздің қазақ еліне де кесері тиіп жатыр. Бүгін енді әзірге біздің Маңғыстау өңірінде, Ақтау қаласында, ауыл аймақтарда әзірге ресми түрде ешқандай бұл аурудың белгісі тіркелген жоқ. Дегенмен сақтық шаралары күнделікті жүріп сақталып жатыр. Енді осы тұрғыда әрине Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының арнайы бекіткен пәтуасы бар осы карантинге байланысты. Сондықтан біздің өңірде атқарылып жатқан істер туралы және қойылған шектеулер туралы бүгін әңгімелейміз. Студиямыздың қонағы Маңғыстау облыстық Бекет Ата мешітінің найб имамы Ахлидин қажы Асқар. Ассалаумағалейкум қажеке. Енді ең алдымен осы төтенше жағдайға байланысты мәжбүрлі түрде ғұламалар кеңесінің бекітуімен шыққан пәтуа туралы айтсаңыз. Қай уақыттан қай уақытқа дейін қандай ескертулер, қандай ережелер бар? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Тағалаға мадақ болсын, пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын. Мынау кіріп келген Шағбан айы баршамызға хайыр берекеті болсын иншалла. Жұмамыз мүбәрәк болсын. Ал енді қазіргі уақыттағы мына төтенше жағдайға байланысты аурудың алу мәселесінде бір қатар пәтуалар, тапсырмалар шықты, бекітілді. Қазіргі кезеңде жұма намазы, яғни халықтың топтасатын жердегі болатын мәселелер, жұма намазы тоқтатылды, яғни уақытынша бұлар. 5 уақыт намаз жамаатпен оқылмайды. Мешіттеріміз ашық, бірақ жамаат болып оқылмайды. Әркім келіп өзі оқып кетеді. Кейбір мешіттер карантин ретінде дәрілеу мәселесінде мешіттерін жауып тастап тұр қазір. Дәрілеп жатыр, тазалық мәселесінде. Біреу ремонт жасап жатыр деген сияқты. Сол сияқты қазірге сондай шаралар қолданып жатыр. Неге? Індеттің ары қарай тарап кетпеуін алдын алу. Себебі қазақ айтады, сақтансаң сақтаймын демекші. Сол шараларды қазір қолға алып жүзеге асырып жатырмыз. Жалпы облыстық мешітте, өзге біздің аудандардағы мешітте тазалық жұмысы, дезинфекция дейді ғой. Қалай жүріп жатыр? Күнделікті тазару жұмыстары жүріп жатыр ма? Күнделікті енді орталық мешіт болсын, біздің облыстағы. Кейін қала, аудан ауылдағы мешіттердің бәрінде күнделікті тазалық аптасына бір рет. Орысша айтқанда генеральный тазалық дейді ғой. Сондай тазалық, дезинфекция полный жүріп жатыр. Түсінікті. Соның тазалығын жасап, қадағалап отыр. Түсінікті. Енді мешітке адам баласы тек қана құлшылық жасау үшін емес, кейде бір жаңа өзіміздің асыл дінімізде белгіленген жаңағыдай шараларды өткізу үшін келеді. Мысалға, сәби дүниеге келгенде азан шақыруға, болмаса енді дәл осындай ауру болады, осындай бір келеңсіз жағдай болады деп ешкім болжаған жоқ десе де бір некесін қиюға ниеттен қойған жас жұбайлар бар. Олардың мәселесі қалай? Мешітке келіп адал некеге отыруға рұқсат па? Енді біздерде қазір кезде біз жас балдарды мешітке келуіне жалпы жамаатқа айтып ескерттік. Балдарыңызды алып келмей-ақ қойыңыз. Себебі олар ауруды жұқтырып алу тез, иммунитет төмен болғандықтан жұқтырып қалу қаупі бар. Сол себептен өздеріңіз келсеңіздер, немесе үйлеріңізде оқысаңыздар деп тапсырма береміз. Ал қазір уақытқа дейін азан шақыру, ат қою мәселесінде ешкім келіп атқан жоқ, үйіне шақырып жатыр. Себебі оны рахмет, Алла разы болсын жамаатымызға, оны құлақ асып айтқандарымыз істеп жатыр. Ал неке қию мәселесінде некеге келіп жатыр, есігіміз ашық, куәгерлермен, ата-анасымен келеді. Құжаттармен келгеннен кейін көп уақыт алмай, 3-4 адам, 5 адам, 10 шақты адам келеді, некелерін қиып, батасын жасап, насихатын айтып жіберіп жатырмыз, батасын жасап. Оған ешқандай тыйым салынған жоқ. Себебі жастар уже некелесу керек болып жатса, ескеріп жатырмыз. Қазіргі кездегі елбасының тапсырмасы бойынша той, тумалақ, ештеңелер өтіп жатқан жоқ. Сол себептен некелерін қидырып қояды. Кейін бұл төтенше жағдай біткеннен кейін тойларын жасаймыз деп өздері шешім қабылдап отыр.
Түсінікті. Енді наурыз айының 16-сынан бастап сәуір айының 16-сына дейінгі аралықта төтенше жағдай белгіленді. Осы аралықта көптеген шектеу бар. Жалпы жамағаттың көзі қарасы қалай? Түсіністікпен қарап отыр ма? Намаздың жамағатпен болмауына, жұма намаздың уақытша бесін намазымен жаңағыдай ауыстырылып оқуына? Енді халық болғаннан кейін бәрі бір жақтама емес қой. Әркім әрқалай, әркелләде бір қиял демекші, әркім әртүрлі ойлайды. Біреу шын мәнінде мынау індеттің дұрыс әлі қабылдап жатқан жоқ, мысалы. Аса мән бермейді. Аса мән бермейді. Себебі біздің қазаққа басына іс түскен кезде қарап барып түсінетін қазақпыз. Шала айтқан кезде алдын алу шарасы жоқ, Құдай сақтайды. Басымызға түссе көреміз деп жүретіндер көп. Сол себептен Құдайға шүкір жамағатқа айттық, орталық мешітте түсіндірдік, бір ауыздан бәрі құптады. Бастапқыда бір шешім шықты, жұма намаз былай оқылады, жамағат былай деген сияқты. Одан кейін қатаң түрде шыққаннан кейін біз тараттық. Ал енді бір ауыздан енді ең бастысы жамағатқа толыққанды түсіндіргеннен кейін түсініп өздері қабыл алып жатыр. Олар не істеп жатыр? Өздері келіп оқып кетеді. Ал қарсы шығып жатқандар бар ма? Бар әрине. Ол бұрында да болған. Ол халық болғаннан кейін, ол мысалы неге оқымаймыз? Жұма намаз парыз ғой, қалайда жамағат болуымыз керек деп. Енді шариғатымызда тіптен аш қалып жатсаң, ад-дарурат тубихул махдурат деген тақырып не бар, сөз бар. Егер мәжбүр болған жағдайда кейбір заттарды, харам болған заттарды істеуге рұқсат етеді. Мысалы, шошқаның етін жеуге рұқсат етеді, өліп қалған шошқаның етін. Сенің мекеніңе жетіп алғанға дейін деген сияқты. Дәл сол сияқты кейбір кездерде біздерде не бар? Қазір кезде жұманы тоқтатқан кезде, мысалы, жамағаттардан шығып, не істеп жатыр? Қарсы шығып, өздері имам болып, өздері жамағат болып оқып жатқандар бар. Олар да неге? Себебі олар бір адамға байланып қалғанда, бір адам не айтады? Біздің ұстазымыз, біздің шейхіміз не айтады екен деп, соның пәтуасын күтіп жатады. Бірақ оның ұстазының айтқанды біздің ұстазы, біздің муфтияттарда айтып жатыр бұл негізінде. Біздіңкі бір адамға табынушылыққа болып кетіп жатыр. Соны әулие қылып алдық, соны әйтеуір пір тұтынып алдық, соны бұл айтқан кезде ішімізден қатып қалған. Соның аузынан шыққан түкіріп бір алтын болып тұр ғой. Не айтса сол болып тұр да қазір кезде. Сөйтіп не істеп жатыр? Олар бұл айтқан кезде түсінбей жатыр. Себебі бір Қазақстан емес қой, бұл Арабия болсын, бұл Өзбекстан болсын, бұл Түркия болсын, тоқтатты. Мысалы, бала айтып жатқан кезде адам үзілмейтін Кабаны өзін жауып тастады. Кеше жақында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мешітін, Мәдинадағы мешітті қақпасын жауып жатыр. Тек қана тазалықшыларынан басқа ешкім жоқ мысалы. Бір ауыздан түсініп жатыр, халық түсініп жатыр. Неге? Біздің қазір кездегі түсінбей жатқанымыз, біздің анау немқұрайлы қарап жатырмыз. Қазіргі толыққанды қабылдап жатқанымыз жоқ. Әлі күнге қауіпті бір сезіне алмай тұрмыз. Қауіпті сезінбей жатырмыз. Неге? Бұл Құдайға шүкір біздің облысымызға келмегендіктен. Мысалы қазір Алматы үрейленіп отыр, Астана үрейленіп отыр. Себебі енді түсініп бастады. Сол себептен қазір кезде бұны дұрыс түсіну керек жамағат. Себебі кезінде де болған бұл мәселе. Бірақ басшыға бағыну мәселесін дұрыс түсінбей жатыр да. Әр топ өзінің ұстазын пір тұтынып алған, сол не айтса сол болып жатыр. Енді біздің басшымыз бұл айтқанда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, онда арнайы ғұламалар кеңесі бар. Солар барлығы бірлесе пәтуа шығарды. Енді бұлар енді былай айтып жатқан кезде бірлесе бұл ойдан шығып жатқан, бір ойнап шығарып жатқан зат емес қой. Себебі бұл да намаз енді парыз болғаннан кейін, ол індет жайылып тұрған кезде не істеу керек? Оны біздер сақтанудың шараларын қарауымыз керек, немқұрайлы қарамауымыз керек. Соқыр тауыққа бәрі жем сияқты болмау керек бұл жерде. Тапсырма келді ме, бір індет барды ма, бұл ел болып, халық болып көретін затымыз бұл. Себебі бұл індет болғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша анамыздан келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бұл оба жайында сұрайды негізіне. Алланың елшісі бұл оба жайында не деп сұраған кезде бұл Құдайдан келген бір қасірет дейді. Бұл жаза дейді. Бұл өте қауіпті деп айтады.
сол кезде ол қалай деп сұраған кезде бұл мұсылмандар үшін бір Құдайдың бір сынағы, ал Құдай ананы мұсылман емес басқа нелерге бұл Құдайдың азабы болып келеді дейді. Егер бір мұсылманның басына мұсибат түсіп, яғни бұл індеттен ауырып жатса, ол Алланың берген сынағы. Ол індет бұлай Алланың берген сынағы. Егер бұл жайында өліп кетіп жатса, шәйіт болып жатса, Алла жолында өлген болып есептеледі екен. Алла жолында өліп есептеледі. Сол себептен бұл мұсылмандарға бұл Алланың берген сынағы болып келеді. Ал басқаларға ол Алланың азабы болып келеді екен. Сол себептен үйінде отырып сабыр сақтаудың өзі де, Құдайдан тілеудің өзі де шәйіттік сауабы бар деп келеді хадисте. Түсінікті. Ал бұл жерде індет деген ол тек қана сен мұсылмансың, сен кәпірсің, сен басқа дін өкілісің деп таңдамайды. Ол індет жалпы адам баласына келген індет. Сақтануымыз керек біздер. Демек, тарихта бұрында осындай індет болған ғой? Бұл індеттер болған әрине. Хижран 18-ші жылында халифа Омардың кезінде бұл Амуас обасы деп келеді, індеті деп аталады. Атақты бұл. Себебі Шам елінде бұл індет жайылып бастайды. Сол кезде Амр ибн Ас, Алла разы болсын, соны әмірші қылып, әкім қылып тағайындайды сол жерге. Сол кезде ол кісінің бірінші ісі не еді? Хұтпаға шығып, ағайындар, оба деген індет бұл лаулап жанып жатқан от сияқты. Егер бұндан сақтанбасақ, бізді бәрімізді жағып кетеді дейді. Бұл адам баласы ол індеттің қасында лаулап отқан оттың отыны сияқты болып қалады. Сол себептен таулы жерлерге тараңдар дейді. Бөлініп шығып кетіңдер дейді. Себебі таулы жерге тараңдар дегеннен кейін бүткіл сол жер Шам елінің халқы әкімге бойсынып, айтқанын істеп, бәрі таулы аймақтарға шығып кетіп қалады, бөлініп. Сол кезде не істейді? Бұл індет лаулап жатқан от сияқты, отыны болмаған екен, лаулап өзіндігімен сөнеді дейді. Сөйтіп басшыға бағынғандықтан бір елді дәл осылай індеттен сақтап қалған екен. Сөйтіп қайттан не қылған? Бас қосқан бұл жерде. Бұл жердегі не мәселе бар? Бұл тарихта да болған зат. Оба бар ма? Бар. Сол себептен біздер сақтану шараларын қарауымыз керек. Басшы шықты, елбасы айтып үйлеріңізде отырыңыздар деді ме? Отыруымыз керек. Енді бір жағынан қарайтын болсақ, бұл індеттің де несі бар? Бір хикметі бар дейді. Әрбір жамандықтың астында бір жақсылық, бір жақсылықтың астында бір жамандық бар демекші. Бұнда не бар? Біз өзіміздің кейде бағаламай жатқан ата-анамыз, бағаламай жатқан бала-шағамыз, бұл айтқан кезде қадірін түсінбей жатқан бала-шағамыз, ата-анамыз, жолдастарымыздың қадірін түсінбесек, қасында отырып, әңгімелесіп, оларға көңіл бөліп, намазымыздың бәрін мешітте оқып, жұмыста оқып жүреді. Қазір не болдық? Мешітте жамағатпен оқылып болмайды. Қазір не отырмыз? Үйде отырып, бала-шағамызға имам болып намаз оқып отырмыз мысалы. Сол себептен бұндай жағдайларда біздің халқымыз түсінушілікпен қарау керек. Себебі не үшін мысалы Қытайда шықты да бүткіл үйлердің бәрін сыртынан қаптап жауып тастады. Себебі неге? Ол адамнан адамға тарап кетеді. Ары кетсе бұның өмір сүретін уақыты 5 күн 7 күн арасында деп келеді, айтып жатыр. Қамап тастады, карантин қылып тастады, бітті. Өзіндігімен қазір коронавирустан құтылған ең алғашқы мемлекет болып Қытай алға шықты. Неге? Бәрі Құдайға шүкір деп, бұл айтқан кезде індеттен құтылды. Ал бізге келіп жатыр кезде сол індетті біз таратып жібермеуіміз керек. Бұны түсінушілікпен қарауымыз керек. Бірі ауырып бастады ма, мазаң болмай жатты ма, тексеріп алғаннан не жоқ, зиян жоқ. Біздің қазақ бұл айтқан кезде бір әзіл ретінде айтады ғой. Еврей ауырмай тұрып емделеді, тексеріледі. Орыс ауырған кезде біздің қазақ ауырады, емшіге барады, молдаға барады, анаған барады, мынаған барады, өлген кезде барады дейді, өлейін деп жатқан кезде. Сол себепті біз кезде барып, тексеріліп, қаранып алуымыз керек. Бұның пайдасы өзіміз үшін пайда. Себебі Алла Тағала адам баласына жанды аманат қылып бергеннен кейін, денсаулықты аманат қылып бергеннен кейін сақтауымыз керек болады. Әрине, бұл жерде де енді қоса айта кету керек. Мына
енді еліміздің екі бас қаласында осы індет тіркелді. 30-ға жуық, 20-ға жуық адам ауырып жатыр. Солармен бірге байланыста болған тағы бірнеше адам іздестіріліп жатыр. Бұл жерде адами фактор, солмен бірге байланыста болған жасырып жүргендер бар, қашып жүргендер бар. Әлгі шекара жапқаннан кейін одан басқа да бір амалдармен өткісі келіп, сол бір ережені бұзғысы келіп жүргендер көп. Міне, жауапкершілік осыдан басталады ғой. Демек, ескерту жасалды, халықтың қамы үшін сақтық шараларын сақтау керек пе? Демек, дәл қазір сабыр сақтаған абзал. Енді жаңа бір сөзіңіз айтып өттіңіз. Үйде отбасымызға, ағайын тумаға, бала шағамызға көңіл бөлетін шақ. Жалпы бұл індет, жаңағыдай бір жамандықтың артына жақсы әлет деген, біраз дүниенің бір қадірін білдіріп жатқан сияқты. Әшейінде қолымыз бос болса, мешітке жүгіріп барып кіре қоятын едік, жұма намазына топырлап жинала қоятын едік, садақа Құдай істесе тағы басқа жерлерде де мысалы төбемізді көрсеп жетіп баратын едік. Дәл қазір тіпті үйден шыға алмай қалып жатырмыз. Бұл да бір осының бір уақыттың соған берілетін бір мүмкіндіктің қадірін түсінетін шақ секілді. Әрине, қазіргі заманда біздің мешіттің жамағатымызбен намаз оқудың, жұмаға барудың қадірін ұмытып қалып едік. Ағайын тума туыстың, мысалы ағайынмен бас қосудың, бұл айтқан кезде бұлардың қадірін, біз қолда бар алтын қадірін түсінбей қалдық. Не істеді? Алла Тағала бізден алып қойды қазіргі кезде. Қазір түсініп жатырмыз. Мешіт қазіргі заманда бір адамдар шығып, ойбай намазға бару керек, жаппау керек, ол оқылу керек дейді. Бірақ қарап атсаң, өзі мешітке бармайтын, өзі намаз оқымайтын адамдардың көзі. Қазіргі кезде Құдайға шүкір, біз Алла Тағала бір ояныңдар деген сияқты ескерту беріп жатыр да. Енді мысалы кезде біз бұның қадірін түсініп бастадық. Мысалы қазір бір араб елінде бір имам осы төтенше жағдайға байланысты жылап тұрып айтып жатыр да. Ағайындар, осындай індет басталды, таралып басталды. Қазір кезде үйімізде намаз оқитын болдық. Бүгіннен бастап үйлеріңізде намаз оқисыңыздар дейді. Сөйтсе жамағаттан сұрап жатыр, имам қанша уақытқа дейін бұл жалғасады деген кезде имам жылап тұрып айтып жатыр. Құдай қашан бізден разы болады, риза болады, сол кезде ғана бас қосамыз, әйтпесе бас қоспаймыз деп жатыр да. Бұл жердегі біздер бәлкім бір қадірін түсінбей қалдық бұл жерде. Жамағатымыздың, мешітіміздің қазір қаңырап бос қалды бұл айтқан кезде. Ал жамағат келеді, өзіндігімен оқиды, кетіп жатыр. Ертең кезде жұма күні келе жатыр. Жұрттың бәрі жұма оқымаймыз ба дейді. Біз жұмада ескерттік, алдыңғы жұмада айттық, ағайындар, біздер үйімізде, жұмыс орындарымызда оқиық. Мешітте жамағат оқылмайды деп ескерттік. Әркім келіп өздері оқыды, кетті. Сол себептен иншалла жамағатымызға дұрыс түсінер. Себебі қазір кезде енді үйде отырған кезде қалай өткізуіміз керек мысалы. Біздер мейлінше мысалы бір үйіміздің бір шетін намазхана қылып қойып, бала шағамызға намаз оқытып, тәсбih тартып, Құдайдан дұға тілеуіміз керек. Қазіргі Шағбан айындамыз. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи Режеп Алланың айы, Шағбан менің айым, Рамазан үмметімнің айы деген пайғамбардың айына келдік. Сол кезде біздер оразамызды ұстап, зікірімізді тартып, көп құлшылық жасауымыз керек. Балдарымызға мысалы, балдарымыздың басын қосып қойып, оларға діни кітаптардан оқып беруіміз керек. Сахабалардың өмірін, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірі деген сияқты. Біраз Құранға көңіл бөлуіміз керек. Үйде бала шағамызбен болып. Себебі қазіргі кезде солай бір мүмкіндік болып отыр. Басқа кезде жұмыс деп таңертең кетеміз, кешке келеміз, уақыт жоқ. Сенбі, жексенбі деген кезде той томалақ садақаң бар, онда да бала шаға көңіл бөлмей жатыр. Осы уақыттарда біздер бала шағамызға, ата-анамызға дұрыстап көңіл бөлгеніміз абзал болады. Әрине, дұрыс айтасыз. Бұлай күнде тек той садақада бас қосып үйреніп қалған біз тіршіліктің, жұмыстың барын сылтаулап, ағайын тумамен жиі бас қосамыз. Мінекей, дәл қазір осы шақ, сол ағайын тумаға барудың өзі, үйден шығып біреуді зияратлаудың өзі қандай үлкен еңбек екенін түсініп жатырмыз. Енді қосымша тақырыпқа байланысты, төтенше жағдайға байланысты. Біз енді әулиелі мекен деп жатамыз Маңғыстау. 360-тан аса әулие бар, қорымдар бар, бейіттер бар мысалға. Қазір мемлекеттік тарихи мәдени қорықтың бекітуімен, ережемен ол жерлерге де баруға шектеу қойылып жатыр. Мейлінше дәл қазір
Бекет ата болсын, Шопан ата болсын, басқа да бір қасиетті жерлер болсын, болмаса туристік нысандар болсын, ол жерлерге де бармаған абзал. Және сол жерлерде Құдай ас садақа бермеген абзал деп жатыр. Осыған қатысты енді тағы өзіңіз айта кетсеңіз. Енді қазіргі кезде қалай айтсақ болады, бұл жерде адам шоғырланатын жерлерден аулақ болғанымыз абзал. Негізі тыйым салған кезде не үшін? Себебі біздің жанымыз, біздің денсаулығымыз аманат болған екен, сол не бір қандай да жағдай болса да ол елдің, халықтың жағдайы үшін жасалып жатқан зат. Біз соны дұрыс түсініп қабылдауымыз керек. Ал мүмкіндік қазіргі кезде бармау керек деді ме, бармағанымыз абзал болады. Себебі бала-шағамызға қарайды. Мысалы кафеге, басқа жерлерге бармаңдар деп жатыр ма, бала-шағаңмен қыдырма деп жатыр ма, тоқтайық. Себебі біз өзіміз бір жерден жұқтырып алсақ, бала-шағамыз кетіп қалуы мүмкін. Немесе бала-шағамыз алып қойса, біз түсіп қалуымыз мүмкін. Сол себептен иншалла біздер бұндай жерлерде мүмкіндігі барынша аулақ болғанымыз дұрыс. Иншалла ертең бұл індетті де Алла Тағала алады. Себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, оба жаз уақыты келген кезде өзіндігімен жойылып кетеді дейді. Сол себептен иншалла ертеңгі күн ысығаннан кейін бұл жойылады, кетеді. Қайта мешітімізге де, әулие мекендерге де қол жеткізетін боламыз иншалла. Түсінікті. Енді биыл осы қазір 1-2 күн осы Шағбан айына да аяқ бастық. Алла қаласа 30 күнге жуық аралықта қасиетті Рамазан айына да жетеміз. Алла бұйырса, ел аман болса. Енді 90 сөздің тобықтай түйіні осы қасиетті Рамазан айына дайындық, сондай-ақ сақтық шаралар туралы тағы бір айта кетсеңіз, сонымен хабарымызды қорытындылаймыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мүбәрак хадисінде айтады, Аллахумма бәрікна фи Режаб ва Шабан ва балиғна Рамазан дейді. Алла Тағала Режаб айы мен Шабан айын берекелі қыл, Рамазанға жеткізе көр дейді. Осы қасиетті айларда пайғамбардың айы болғанда, пайғамбардың айында біздер ораза ұстап, дұға жасап, мынау індеттің елімізден Алла Тағала көтеруін сұрауымыз керек. Ағайын туысымыздың аман болуын, денсаулығын тілеуіміз керек. Иншалла бұл уақыт келеді, бұл сынақтандарды бас көтереміз. Себебі атам қазақтың басына нелер келмеді, аштықта келді, бүткіл зат келді. Бірақ сабырлықпен, дұғалықпен Құдайдан сұрап, бұдан да құтылдық иншалла. Оның сақтық шаралары бар, соны дұрыс түсінуіміз керек. Егер басшылық, медицина жағынан дәрігерлер бір зат айтып жатса, оны дұрыстап тыңдауымыз керек. Құранда Алла Тағала әхлінен сұра, фасалу әхлә зикриді, өз иесінен сұраңдар дейді. Ауру ма, оған қарайтын дәрігерлер ме, дәрігерлерден сұраңдар, қалай сақтануымыз керек. Кейбір ойлар сұрайды, спиртпен қол жуып дәретіміз бұзылып кете ме? Бұзылмайды. Сол себептен қолдарымызды тазалап, тазалықты сақтап, иншалла, үйімізді, жайымыз, бәр жағымыз сақтап тұрсақ, иншалла бұл індеттен де құтыламыз. Алла қаласа. Алла разы болсын, Қажеке. Бұйырса, ел амандықта осы қасиетті Рамазан айына да аман есен жетейік. Қадірлі көрермен, бүгінгі хабарымыздан біраз ғибрат алған боларсыздар. Жоғарыда айтқан ескертулерді ескере жүріңіздер. Енді тағы да айтамыз, әзірге Маңғыстау өңірінде бұл індет тіркелген жоқ. Бірақ Құдай сақтасын әрине. Қазір енді еліміздің кейбір қалаларында бұл ауру тіркелді. Егер біздің өңірге жететін болса, онда сақтық шаралары 2 есе күшейетіні сөзсіз. Сондықтан сабырмен, сақтықпен қарайық, бір болайық, ел үшін дұға қылайық. Ел амандықта жұмадан жұмаға аман есен жетейік. Аллаху акбар, Аллаху акбар.